Мен қысқа демалысымды тиімді пайдаландым. Ноутбук және телефон заттарынан өзімді шектеп, кітап оқуға әдеттендім. Мен орда кітабын оқыдым. Орда кітабында ертегілер жинақтары болды. Осындай бір ертегіге тоқтай кетсем, ол ақын Ақбөкен ертегісінде мен білімді, тапқырлы болсам тығырықтан шығатынымды және көптеген жеңістіктерге жететінімді түсіндім. Келесі ол көңілді автобус. Біз мақтаншақ болсақ, ол ең жаман қасиет екенін түсіндім. Өзгеге жаман көрінетінімді түсіндім. Мен қысқы демалысымда Алдар Көтек хикаясын оқыдым. Онда Алдардың сөзге шешендігі, тапқырлығы, айлакерлігі бейнеленген. Ол қарапайым халыққа қол ұшын берген. Ол байларды алдаған.